емес сияқты көрінеді. Не қалайсың, қуасың ба? Тамақ жеп отыр едім, қалып қалып. Бәріңе сәлем достар, сіздермен Әзімхан МТV. Және бүгінгі видеода сіздер көріп тұрғаныңыздай біз 24 сағат бойы машинаның ішінде отыратын боламыз. Інім екеуміз Привет! Привет! Достар, міне інім екеуміз 24 сағат бойы машинаның ішінде отыру керек біз. Біз осы видео үшін қатты дайындалдық. Үйден тамақтар алып келдік. Және де іш піспау үшін қосымша сотка алып келдік. Оның ішінен ютубтан видео қарауға болады. Wi-Fi бәрі жұмыс істейді сол сотканың ішінен. Енді сондықтан да соны сотканы алып келдік. Қысқасын айтқанда біз осы видеоға қатты тырыстық. Және де сондықтан сіздерден лайк сұрағымыз келіп отыр, да? Иә. Біз сіздерден лайк сұрағымыз келіп отыр. Және де каналға тіркеліп кетіңіздер, тіркелмесеңіздер, сосын комментарий жазуға ұмытпаңыздар, достар. Ендеше қазір сағат неше оған айта кетсек, міне машинада жазылып тұр. Машина алдамайды ғой, біз значит өтірік алдап тұрған жоқпыз. Сағат 8-ден 35 кетті, сағат 8-ден 35 кетті. Енді кішкене күте тұрамыз, қазір тамақ жейміз. Әйтеуір таңғы 8-ге дейін отыру керекпіз. Енді ұйықтаймыз ба, бірақ ұйықтамайтын шығармыз да, бірақ ұйықтамау керек қой негізі. Бірақ білмейміз, ұйықтап қалуымыз да мүмкін, шыдамай. Так что комментария қатты жазбаңыздар. Не судите строго. Не, орысшасы не судите строго ғой. Енді достар, Хотя бы терезе ашуға болмайды да даже. Терезе ашуға болады ғой енді. Ал пока что енді кішкене жата тұрамыз, демала тұрамыз, сосын видеоны ары қарай түсіретін боламыз. Достар, міне біз кішкене демалып алдық, дайындалып алдық. Інім соткада оттық, как обычно. Не ойнаваттың сен, вообще YouTube қарап отты ол. Қазір енді сағат уже, міне қараңыздар, машинаның сағаты алдамайды. Короче, 9. Машинаның сағаты алдамайды ғой, міне. Телефонның сағаты тоже алдамайды. Телефонның сағаты тоже алдамайды. Сағат 9 болды, машинаның сағатынан көрдіңіздер. Алдап тұрған жоқпыз. Біз кішкене уже шаршап тұрық. Кішкене шаршап тұрық, бұлай нормально. Ары қарай видео түсіруге дайынбыз. Енді қараңыздар, достар, біз рюкзакта не бар екенін көрсеткен жоқпыз ғой әлі, достар. Енді қараңыздар, достар, міне мынандай булочка сатып алдық, және де коржик. Ол маған, және де Нурикке. Так, міне рюкзактың ішінде. Сосын мынандай кукурузный палочка алдық, достар. Ол да маған. А? Екеумізге? Жоқ, маған. Екеумізге дес? Сосын болжау, керешке болжау енді, достар, енді қарымыз ашқасын, енді қарымыз ашады ғой, енді сондықтан да керешке бәрін алдық. Тоже керешке. Саған дым жоқ. Ойнай айтам қосын, ойынға. Міне Нурикке де керешке алдық, болжау. Міне бұл кукурузный палочка тағы Нурикке. Сосын оған тоже булочка мен коржик. Дәл менікіндей оған да заттар, сондай тамақтар бар. Так что қарымыз ашпайды деген ойдамын. Міне рюкзагымызда тағы су бар. Су және де фруктылар бар, нақ пакет. Короче, біз қарымыз ашпаймыз, вообще бүгін қарымыз ашпайды деген ойдамыз, иә. Короче, ашпайды шынайды. Енді не істейміз? Жайлап жейсің ба сен тамағыңды? Ой, давай бірінші YouTube қарай тұрайық. Достар, мне сағат уже 9-дан 49 кетті вроде уже. 10 болып қалды, мен өзімнің тамағымды жейіндеп жатырмын. Бастадым уже жеп. Мен інім уже Нурик жек қойды почти бәрін. Нурик енді ол менікін жек қойған, өзінікін жеген бәрін. Короче, енді осылай отырық. Жаңа соткаға ойын жазып алып, соткадан ойын ойнадық. Осылай ішіміз пысып отыр. Басқа дым істеп отқан жоқпыз. Ішіміз пысып кетті просто. Ал дала уже қап-қараңғы болып жатыр. Қараңыздар, достар, даланы. Қап-қараңғы болып жатыр. Нурик қорқып отыр. Ол Ты не айта бересің маған, не? Жіберіп қойын деп отқанша. Нурик. Түсіндім, Нурик. Енді сондықтан да қорқып отыр. Одан сайын қорқытатын боламыз дейсің, ойнайтын. Қазір қорқпау үшін мен оған ертегі айтып
не істейтін болам. Мультик қосып беретін болам машинамен дейді. Так, сосын ойнайтын. Енді не істейміз? Нурик тамағын жейсің ба? Сен светить етіп отыршы, светить етіп. Достар, енді қараңыздар, мен өзім тамағымды киіп алайын. Булочка, қолым жуып алдым аны. алдын ала жоқ қой. Иә, алдын ала жуып алдық. Басқа ішіміз пісіп кетті. Қорқайын деп отыр. Ой, почти жартысын жеп қойған екен ғой. Еще машинада отқан қорқынышты екен ғой, ё-моё. Ютуберлерді қараймын, қазақ ютуберлерді. Как будто қорқынышты емес сияқты көрінеді. Не қалайсың, қуасың ба? Басын істей ма сені? Осыны видеоның алдына оқып қоятын шығармын, ё-моё. Достар, мынау басы істемейді, қорқып жүреді, адам жүрегі шүкір. Мен ұйықтап қалып жаздадым. Тамақ жеп отыр едім, қалып қалып жаздадым. Тойып жатсың ба? Пока что паузаға баса тұрайын, достар. Қызық сәттер болса түсіретін боламыз. Достар, короче, біз жалғастырып отырық. Сағат уже 1 оқып қалды, Қараңыздар, міне мына жақта 1. 12-ден 57 кетті, достар. Нурик ұйықтап қалды, ұйқын теуіп отыр. Нурик, тұршы, палпыратик. Блин, достар, мен кішкене қорқып тұрмын, өзім отқасын, уже Нурик мандан бері ұйқын теуіп отыр, Нұрланбек. Қорылдап, ё-моё, достар. Мен уже кішкене қорқып бастап отырмын, қазір мен бұйырса ұйықтайтын болам. Содан кейін барып видеоны жалғастыратын, таңертең тұрғаннан кейін видеоны жалғастыратын боламыз, ары қарай. Достар, мен ұйқыдан тұрдым, көзім бұлшық жаңағына тұратын, достар. Машинада кеше ұйықтап қалыппын. Кеше машинада ана жерден, міне ана терезеден біреуді көрген сияқты болды, мен шынымды айтайын. Бірақ видеоға түсіруге үлгерген жоқпын, ё-моё, достар. Ана терезеден біреуді көрдім, примерно. Сосын как будто көрген сияқты болдым да. Бірақ сосын кішкене жата тұрдым да ұйықтап қалдым тез. Бірақ видео түсіруге үлгерген жоқпын, так что кешірім сұраймын. Енді таңертең тұрмын, уже сағат кішкене кеше қорықтым. Біреуді көрген сияқты болдым, анақты елесі па бірнесі. Енді сағат 8-ден сағат 8:30 болды уже. 8-ден 26 кетті. Біз қазір машинадан шығамыз. Айтпақшы, біз уже тамақтарын бәрі бітіріп тастадық, кішкене тамақ қалды. Нурик, Нұрланбек тұр. Нұрланбек тоже тұрып жатыр, уже мандан бері. Түрін қараңыздар, достар, көзі бұлшық. Үйге барамыз, болды, 24 сағат орындалды. Егер сіздерге осындай видео ұнаса, онда лайктарыңызды басыңдар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Мен тамағым қарылып жатыр. Түнде салқын тиіп қалған-ау деймін, білмеймін. Бәрқазы тоже салқын болды. Машинаның іші кішкене салқындау, так что салқын тиіп қалған сияқты. Таңертең салқын. Бірақ бәрі сіздер үшін, сондықтан да лайктарыңызды басыңдар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Және де күшті комментарий жазыңдар. Егер көп лайк жинасақ, онда видео тезірек шығады. Ал ендеше сіздермен болған Әзімхан МДВ, және де Нурик. Сау болыңыздар, достар. Пока.